Үкімет 800 мың киік ату туралы шешім қабылдайтын болды. Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев елдегі киік санын реттеу қолға алынатынын хабарлады. Министр киік санын реттеу бойынша ғылыми негіздеме жарияланғанын, қазір ұйымдастырушылық мәселелерді қарап жатқанын айтты. 1-2 күннің ішінде өз шешімімізді жариялаймыз. Ғалымдар ұсынған негіздемеге сәйкес бүкіл популяцияның 20% реттеуге жатады. Көктемгі санақ қорытындысы бойынша елімізде жалпы саны 3.900.000 киік бар. Оның ішінде 2.300.000 орал популяциясы, 1.600.000 бетпақдала популяциясы, ал 700-800.000 шағын популяция үстіртте, деді экология министрі үкіметте өткен баспасөз мәслихатында. Сондықтан шамамен 4 миллион киіктің ішінен 800.000 реттеу керек. Онда жыныстық жас ерекшелігі бойынша құрамында анықталған. 40% аталық киіктер, 40% аналық, 20% биылғы төлдер болуы керек. Яғни бізде нақты сандар мен параметрлер бар. Қазір сол бойынша дайындық жүргізіліп жатыр, деді Нысанбаев. Киік саны 2 түрлі жолмен реттеледі. Біріншісі коралдық киіктерді айдап кіргізетін қоршау әдіс. Бұл іс-шара әдетте күндіз жүргізіледі. Екіншісі түнгі уақытта. Біз бірінші жолмен жүрдік, алайда ауа райының жағдайына және көлікті тиімді пайдалану мүмкіндігінің жоқтығына байланысты екінші әдісті жоспарлап отырмыз. Мен жауаптан қашпаймын, киік санын реттеу қажет, деді министр. Бүгінде киік саны жоспарлы көрсеткіштен асып жығылған. Бұл қасқыр сынды табиғи реттеушінің жоқтығынан орын алып отыр. Бұрын жұт құрғақшылық болып жайылым болмай қалатын. Мұнан бөлек ауру таралатын, деді Нысанбаев. Дала еркесі киіктерге осылайша бұғау салынбақ. Кейінгі 5 жылдықта биліктің, шаруалар мен экобелсенділердің таласын тудырған киік тақырыбы қозғалып, көктем бастала сала экология министрлігіне қаратыла киік ату қайта бастала ма деген сауал жолданатын. Ведомство әуелде бұл сұраққа нақты жауап бермеді. Мәселе ғалымдармен бірге талқыланатынын жеткізген еді. Енді сұрақтың жауабы нақтыланған іспетті. Ғалымдар мәселені зерттеліп жатыр. Қазір киік пен адам арасында конфликті көріп отырмыз. Бұл жерде ғылыми көзқарас қажет. Соған сай таразыланған шешім қабылдаймыз. Мәселе орман шаруашылығы комитетінің қарауында жатыр, деді ол. Сол мезетте министр киік санын реттеу кораль тәсілі немесе ату арқылы жүзеге асырылатынын айтқан. Міне, осыдан соң көпшілік киіктер қайта ауланады деп болжаған. Бұлай деуге негіз жоқ емес. Былтыр желтоқсаннан бастап популяцияның 99%-дан астамы Қазақстанды мекендейтін киіктердің саны 4 миллионнан асқаны айтылды. Шаруалар тағы да заржақ бола ма деген едік. Негізі бұған дейін президент киік санының күрт артуына байланысты байыпты шешім қабылдауды тапсырғаны есте. Билік әуелде киік санын арттыруға мүдделі болды. 1999-2003 жылға дейін ақбөкендерді атуға тыйым салынып келді. Алайда 2023 жылы ақбөкен популяциясының өсуі шаруаларды шығынға ұшыратып, жайылымдық жерлердің тапшылығын тудыра бастады. Нәтижесінде билік олардың санын азайту туралы шешім қабылдады. Экология және табиғи ресурстар министрлігі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес киік популяциясын басқару мәселесін кешенді түрде қайта қарастырып жатыр. Министрлік үшін басты қағидат биоалуантүрлілікті сақтау және ауыл шаруашылығы саласының мүдделерін тең үйлестіру. Қазір киік санын реттеу мақсатында тікелей ізгілікке қайшы әдістерден бас тартылып отыр, деп жазылған жауапта. Ізгілікке қайшы әрекет деп меңзеп отырған әрине ату әдісі болса керек. Енді ведомство басқа жолдарды қарастыруда екен. Олар спутник арқылы бақылау жолымен киік миграциясымен шоғырлануын мониторингілеу және болжау, киік санын биологиялық шектерде ұстау және ұзақ мерзімді ғылыми негізделген жоспар әзірлеу.